Ардақтар ағайын, біреуге бір әрекетті істе деп айтып баспаған, ал мен оны өзіміз үлгі ретінде көрсетуіміз керек. Яғни өзімізден бастау керек. Мен кітап оқимын, сіздер де кітап оқыңыздар. Құрметті көрермен, байқасаңыздар, менің екінші кезеңге педагогикалық дайындап келген идеям ол мен оқимын, сен де оқы, өзімнің төл жобам. Кітап оқуға қатысты болып тұр. Енді мемлекет басшысы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде берілген тапсырмасына сәйкес оқуға құштар мектеп жобасы бізде бекітілгені мәлім. Сол жобаға мен де өзімнің үлесімді қоссам деп шештім. Осы жобамды қазіргі уақытта жүзеге асырып жатырмын. Бұл бастапқыда 10-шы сыныппен басталған, яғни мен сынып жетекшілігімнің алғашқы кезеңдері 10-шы сыныппен бастап түрлі жарыстарға қатысып ойын түрінде басталған болатын. Одан кейін қазір 5-ші сыныптан қайтадан сынып жетекшілік алдым. Олармен жоба түрінде жаңадан бастап қолға алып жалғастырып жатқан жайым бар. Енді сол оқушыларға жұмыс жүйелі болсын деген ниетпен осындай жоспар дайындадым. Ашып танысып отырыңыздар. Бұл жоспар негізінде оқушылар кітапты бір айда бір шығарманы аяқтауы тиіс. Және шығарма таңдауда да бір ерекшелікті ескеру керек, олардың жастарының ерекшелігін ескеру керек. Қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдерімен кеңесе отырып, түрлі шығармаларды бір айға бір шығармадан таңдап оқуға ұсынып отырмын. Енді бұл жобаны мен қазіргі уақытта 4 кезең бойынша жүзеге асырып жатырмын. Алғашқы кезеңі ол кітап коннект алаңы деп аталады. Бізде көп жағдайда Padletті кері байланысқа пайдаланып жатамыз сабақ кезінде. Сонымен қатар бұны талдау алаңы ретінде пайдалансақ өте тиімді, өзінің әсерін береді деп айта аламын. Мысалға, ең алғашқы шығарма «Қарлығаштың құйрығы неге айыр». Бұл жерде оқушылар шығарманы оқып болғаннан кейін 5 бағыт бойынша өздерінің білген түйгендерін ортаға салады. Шығарманың авторы, мақсаты, негізгі идеясы, 5 маңызды тезис, мақсатты аудитория, яғни кімге арналған деген сияқты. Осы бағыттар бойынша оқушылар міне өздерінің ойларын жазып шыққан топтарға бөлініп, өзара жұмыстар атқарды. Келесі екінші кезең. Екінші кезең Ридхаб подкасты деп аталады. Бұл кішкене заман ағымына сәйкес икемделу болып есептеліп, өзім солай ойлаймын. Бұл жерде мен оқушылардың рөлдік ойнауына, рөлдік бөлінуіне, олардың шығармашылық дамуына назар аудардым. Осы арқылы оқушы кітап пен фильмді салыстыру арқылы олардағы басты кейіпкерді, басқа кейіпкерлерді сомдау арқылы олардың образын ашады. Мысалы, бір видеоны назарларыңызға ұсынайын. Яғни бұл жерде оқушы не істеді? Оқушы «Менің атым Қожа» фильмінің фрагментті дыбыстады өзі. Сабаққа неге келмейсің? Деген сияқты. Ол ұстаздың рөлін сомдау арқылы, және де бір уақытта қожаның да рөлін сомдау арқылы осы образдарды ашуға тырысты. Осылай өзін кітапқа деген қызығушылығын арттырып, басқа оқушыларға да әсерін тигізді деп айта аламын. Келесі. Үшінші кезең, саған осыны оқу керек буктрейлері. Жалпы буктрейлер дегеніміз не? Ол тек қана оқушыны дәстүрлі түрде кітап оқуға ғана жетелемейді. Ол сонымен қатар динамикалық, тиімді, заманауи әдіс тәсілдің бірі деп айта аламын. Яғни оқушы бейнеролик арқылы өзі оқып шыққан материалды, әңгімені, шығарманы басқаларға ұсыну арқылы осылай өзара бөліседі. Қосылам екен? Армысыздар, құрметті оқырман. Мен сіздерге Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесін оқуға кеңес беремін. Оқуға жеңіл, түсінікті, қызықты шығарма. Басты кейіпкер бізбен жасты Қожа. Шығарманы оқу барысында мен басты кейіпкер жайлы ойлап екіге бөлдім. Кейде оның ақымақтығы үшін жаным ашып қолдап қорғасам, кейде тентектігі мен сотқарлығы үшін аямай жазасын беріп өтілді. Қожаның мінезінен бойымдағы тектілік, шынайылық қасиеттері басым екенін ұқтым.
Майқанова апай айтпақшы түбінде адам қуандырмалы. Сіз қалай ойлайсыз отырма? Оқыңыз, бірге талқылайық достар. Міне осындай бейнероликтер түсіру арқылы бір-бірімен бөлісіп, ары қарай қызығушылықтар арта түседі. Келесі соңғы кезең ол бұл кітап сені күтеді, яғни бұл жобада өзімді де көрсету мақсатында оқушыларға дәріптеуші ретінде көрінуім үшін осы аңдатпа алаңын қостым. Енді бұл жай ғана аңдатпа емес, оқушылардың кітапты оқуға деген қызығушылығын арттыруға, одан кейін жаңа шығармалармен жақсырақ танысуына, яғни алдағы уақытта біз қандай шығарма оқимыз, ол туралы қысқаша ақпарат біле кетуіне жақсы аңдатпа айдары деп айтсам болады. Армысыздар, құрметті оқырман, сіздердің назарларыңызға балалар әдебиетінің негізін қалаушы Бердібек Соқпаевтың «Менің атым Қожа» повесін оқуға ұсынамын. Сонымен қатар осы повесть негізінде түсірілген Абдулла Қасықбаевтың «Менің атым Қожа» фильмін көруге де кеңес беремін. Фильм мен кітапты салыстырудағы мақсатымыз оның идеясын анықтау, басты кейіпкердің образын ашу және де кейіпкерлерге мінездеме беру. Жас оқырман, жоғарыдағы мақсаттарды негізге ала отырып, Қожа дастарымыздың әлеміне бірге аттанайық. Сөзінің қорытындысы ретінде артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп абай атамыз айтпақшы, кітап адамға тілсіз тәрбиеші. Бала күнінен бастап қартайғанға дейін сырлас досы болады. Енді нәтижеге бағытталған менің жобам ары қарай өзінің жалғасын тауып, оқушы оқырмандар саны артады деген үміттемін. Рахмет. Осыған қатысты айтарым, бұл бізде бір нақты пәнге бір бөліп тұрған жоқ сияқты бір қарасаңыз, бірақ шын мәнінде пәндер өзара байланысты. Қазақта әдебиетке кішкене жақынырақ, бірақ мен математикпін, ол қалай? Бұл біріншіден мен сынып жетекшімін. Сынып жетекші ретінде оқушыларымның адам болып қалыптасуына, олардың дағдыларының жақсы жағынан көрінуіне бұл жақсы ықпалын береді. Екіншіден, математикада мәтін жоқ деп кім айтты? Математика ол екі сөздің өзі мәтін. Мысалға, өрнекті ықшамда деген сөздің өзі мәтін болады. Бізде оқушылардың арасында мәтін түсінбейтін оқушылар бар. Бұл жас мамандардың арасында жиі кездесетін бір проблемалардың бірі деп айта аламын. Өйткені оқушы өрнекті ғана көреді, алдыңа жүгіріп келеді. Міне, өрнекті көріп тұр, бірақ ары қарай не істеймін? Тиім тәсілді қалай? Қайтып шығарамын деген сияқты. Өйткені неге олын білмей тұр? Өйткені жоғары жағынан мәтінді оқыған жоқ. Мәтіннің мағынасын түсінуге тырысқан жоқ. Ал кітап оқыған оқушы сөзде ол жай ғана әріптен құралған сөз емес, нақты бір мағына беретін, нақты бір жол көрсететін, бағыт беретін не екенін жақсырақ түсінеді. Сол үшін осы жоба әрбір ұстазға өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Бесінші сыныпқа. Менің айтатын, 5-ші сыныпқа мүмкін қазіргі заман жазушыларын классикалықтар, бұлардың барлығы мектеп бағдарламасында бар. Сондықтан басқа сыныптан тыс оқу деген бар ғой. Артымыз неміз жобамыз көркем шығарманы оқуға бағытталған болса, болашақта енді 6 сыныпқа барған кезде мектеп бағдарламасында жоқ шығармаларды алсаңыз, балалардың деңгейіне сәйкес